Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңызға батулла қабырғаларын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Жаркентте әйелді өлтіріп, мәйітін өртеп жіберді. Марқұмның анасы тілшімізге сұхбат берді. Уақиға боларда 6 күн бұрын анам түсіме кіріпті, әдемі киініп алып, мені құшақтап жұбатып жатыр, қызымды жоқтап жыламасын дегеніме екен, дейді көз жасы көл болған Қарлығаш апай. Аяқ қолы балғадай қызымның мәйітін үйге әкелгенде салмаған небәрі 15 килограмм ғана болған. Марқұмның туыстары Эланораны кім өлтіргенін алдын ала білдік деп отыр. Күдікті жол апатынан қайтыс болған баламның досы болған. Ұлым өлгеннен кейін 1 жыл келмей кетіп, бірақ рет келді. Бұл адам бұған дейінде қылмыстық іс бойынша тергеуде болған. Бірақ ол кезде жазаланбады. Бұл жолда жазадан құтылып кетеме деп қорқып отырмыз, дейді марқұмның анасы. Эланора Зипорова 42 жаста болған. Толығырақ материалымыздан оқи аласыздар. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.